Көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай аудандағы жасы 100-ден асқан ұзақ жылдар қызмет етіп, ауданымыздың дамуына айрықша үлес қосқан әжелердің шаңырақтарына Сарыағаш ауданының басшысы Арман Абдуллаев арнайы барып құрмет көрсетті. Одан соң аудандық перзентханадағы аналарды мерекемен құттықтады. Нақтырақ тілшіміз жалғайды. Алдымен Арман Абдуллаев пен Рысбек Асылбекұлы ауданға қарасты Құркелес ауылдық округінің тұрғыны 105 жастағы Жадыра Кескенбаева апамыздың үйіне арнайы барып сый құрмет көрсетті. Аяулы әже көрсетілген ілтипатқа алғыс білдіріп, ақ батасын берді. Айдан алман жылдан түгел жүріңдер. Бала шағаларың қызығын көріңдер. Бала шағаларың біз құсап ірәтін көріңдер шырағын. Одан соң өңір басшысы бастаған топ Жартытөбе ауылдық округінің тұрғыны 103 жастағы Инаятова Шарапат әжемізді көктемнің шырайлы мерекесімен құттықтай отырып, деніне саулық, отбасына шаттық, береке бірліктің бастаушысы мен игі істердің қостаушысы болып жүре беруіне тілектес екенін жеткізді. Ғасыр жасаған аялы алақан иелеріне көрсетілген құрметтен соң аудан басшысы Арман Абдуллаев пен аудандық мәслихат төрағасы Рысбек Асылбекұлы перзентханаға ат басын бұрды. Сәбилер мен аналар мекенінде саясаткерлер аналарды аяулы мерекемен құттықтады. Жаңа босанған аналардың құшағын гүлге, жүздерін нұрға толтырып, аналар мен нәрестелерге арнайы сыйлықтарын табыстады. Сәбилер ғұмырлы болсын деп тілек білдірді. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Мынау демографияға қосып отқан үлестеріңіз зор сіздердің, біздің халқымыздың, санымыздың артында. Сондықтан алғысымыз шексіз сіздерге. Сол дендеріңіз сау болсын. Мынау өсіп отқан өмірге келген ұрпақтарыңыздың тек қана қызығын көріңіздер. Бақытты болып өссін мына ұрпақтарыңыз. Алла өмірін болсын. Құттықтау кезінде аудан басшысы Арман Айдарұлы жас ананың өтініші бойынша сәбиге есім берді. Қасиетті Рамазан айында дүниеге келген нәрестеге өңір басшысы Рамазан деп есімін қойып, ел үшін еңбек ететін салихалы азамат болсын деп тілек білдірді. Айгерім Айтбаева, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.